Сәлеметсіздер ме, балалар? Бізде математика сабағы. Сабақтың тақырыбы ақиқат немесе жалған пікірлер құру, табиғат аясында демалу мәдениеті. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттар: тұжырымдардың ақиқаттығын немесе жалғандығын анықтау, ақиқат немесе жалған тұжырымдарды құру. Бағалау критерийлері: тұжырымдардың ақиқаттығын немесе жалғандығын анықтайды, ақиқат немесе жалған тұжырымдар құруды үйренеді. Олай болса, балалар, есімізде сақтайық. Жалған немесе ақиқат екендігі туралы нақты айтуға болатын сөйлемді пікір деп атайды. Басқа кез келген сөйлем пікір болып табылмайды. Пікір хабарлы сөйлем болуы тиіс. Сонымен, пікір деп ақиқат немесе жалған екенін тұжырымдауға болатын, мағынасы бойынша аяқталған сөйлемді айтамыз. Мысалы, қар ақ, 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4. Бұл ақиқат. Тау тегіс, 2 мен 2-нің көбейтіндісі 5-ке тең. Бұл жалған. Балалар, 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Суретке қарап, пікірлердің ақиқат немесе жалған екенін анықтайық. Кітабымызды ашып, мына тапсырмаға назар аударамыз. Яғни, бұл жерде біздерде бірнеше сөйлемдер берілген. Сөйлемдердің қайсысы пікір, қайсысы пікір емес екенін анықтаймыз. Жақсы, балалар, дұрыс жауабын көрейік. Балалар, сендер табиғат аясында демалғанды жақсы көресіңдер ме? Балалар, 7-ші тапсырмаға назар аударамыз. Мұқият тыңдаймыз. Табиғат аясындағы демалыс орталығында 250 адам демалып жүр. Олардың 86-сы тауға өрмелеумен, одан 2 есе кем адам атпен серуендеді. Ал қалғаны тауға жаяу шықты. Неше адам тауға жаяу шықты? Балалар, есеп не туралы? Есепте не белгілі? Есепті неше амалмен орындаймыз? Есептің дұрыс жауабын қарайық. Келесі тапсырма, балалар, теңдеуді шеш. Тапқырлыққа берілген есеп. Қорапта 7 шар бар. Олардың 3-і көк және 4-і қызыл. Қорапқа қарамай тұрып, арасында кем дегенде бір қызыл шар болу үшін одан неше шар алу керек? Ал кім тапқыр, балалар? Сабағымыз аяқталды, балалар. Сау болыңыздар.